Қанипа Бітібаеваның республикалық ғылыми әдістемелік зертханасы, инновациялық тәжірибе орталығы. 2009 жылдан Білім және Ғылым Министрлігінің номері 977 бұйрығымен Қанипа Омарғалиқызы Бітібаеваның кабинеті республикалық ғылыми әдістемелік зертхана болып ашылды. 2016-2019 жылдарға арналған дарынды мектеп кешенді жоспарын іске асыру туралы 6-шы шақырылған Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының кезекті сессиясының 2016 жылғы 14 шілдедегі 6-шы шешіміне сәйкес 2016-2019 жылдарға арналған дарынды мектеп кешенді жоспарын іске асыру туралы Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасының басшылығымен 24 тамыз 2016 жылғы номері 359 бұйрығы шығарылды. Осы бұйрықтың негізінде облыста Қанипа Бітібаева атындағы атаулы зертхананың 16 филиалы және 4 қауымдастық жұмыс істейді.